Сәлем достар, біз бүгін кәді қосылған оладьи пісіреміз. Мен осылай кәдіні екі жағын кесіп тазалап алдым. Оны үлкен тесігі бар үккіштен өткіземіз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін тұз салып, араластырып қойып қоямыз су шыққанша. Достар, енді біз жақсылап сығып аламыз суынан. Міндетті түрде суын барлығын сығып тастаймыз. Енді біз жұмыртқамызды саламыз, чеснок барлығын салып араластырамыз. Мен қуырғанда оливковый классикалық майды қолдандым. Өздеріңізге қандай май ұнайды қолдансаңыздар болады. Енді біз қызарғанша қуыратын боламыз. Міне достар, біздің қызарып піскен өте дәмді әрі жеңіл асқазанға оладьйіміз дайын болды.